Баршаңызға сәлем, сіздер мен Дина Мукатай. Бүгінгі тақырыпта осеохондроз жайында толық ақпарат беретін боламын. Яғни пайда болу себептерін, клиникасын, диагностикасын және нақты емін сіздерге айтып түсіндіретін боламын. Жалпы осеохондроз омыртқа аралық дисктердің зақымдалуының нәтижесінде дамиды. Омыртқа аралық дисктер омыртқалардың арасында орналасып, амортизациялық қызмет атқарады, яғни қажалуды болдырмай, қимыл қозғалысты жеңілдетеді. Көбінде бұл ауру жасы 40-тан 50-ден асқан адамдарда жиі кездеседі. Себебі ағза қартайғанда омыртқа арасындағы дисктер құрғап, иілгіштігін жоғалта бастайды. Соңғы уақыттарда осеохондроз ауруына шалдыққандардың саны артып келеді. Оның негізгі себептері аз қозғалысты өмір салты, дұрыс тамақтанбау, артық салмақ, күйзеліс және омыртқа жарақаттары болып саналады. Келесі суретте осеохондроздың кезеңдері көрсетілген, яғни бастапқыда дискте дегенеративті өзгерістер болады. Кейін асқынған уақыттарда протрузия, грыжа, дисктің жұқарып, остеофиттердің дамуымен көрінеді. Яғни омыртқа денесінің шеттерінен сүйекті өсінділер пайда болады. Осеохондроздың түрлеріне келетін болсақ, мойын, кеуде омыртқасы және бел осеохондрозы кездеседі. Ендігі кезекте осеохондроздың клиникалық белгілерін талдайтын болсақ, мойын осеохондрозында қолдың ұюы, бастың ауырсынуы, тез шаршағыштық, мойында ауырсыну, көздің көру өткірлігінің төмендеуімен көрінеді. Ал кеуде омыртқасы осеохондрозы кезінде жауырын аралықтарында ауырсыну пайда болады. Яғни бұл ауырсыну түнгі уақыттарда және терең дем алып дем шығарған кезде күшейе түседі. Ал бел омыртқасы осеохондрозы кезінде белде ауырсыну пайда болады және бұл ауырсыну аяққа беріледі және де аяқтың ұюы мазалайтын болады. Диагностикасына келетін болсақ, осеохондрозды рентген және МРТ арқылы анықтайды. Еміне келетін болсақ, осеохондроз кезінде комплексті ем тағайындалады. Соның ішінде физиотерапиялық еммен өте жақсы нәтижеге қол жеткізуге болады. Осеохондроз кезіндегі физиотерапиялық емнің басты мақсаты ауырсынуды және қабынуды басу, қан айналымды жақсарту, омыртқадағы зақымданған тіндерді қалпына келтіру. Осеохондроз кезіндегі ең басты физиотерапиялық әдістерге электрофорез, ультразвук, амплипульс терапия және магнитотерапия жатады. Бұл әдістерді физиотерапевт дәрігер науқастың жасына, диагнозына, патологияның орналасу локализациясына және қарсы көрсетілімдерді ескере отырып, әрбір пациентке индивидуалды түрде жеке тағайындайды. Айта кететін басты жайт, осындай физиотерапиялық емді міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша, яғни ОСМС бойынша тегін алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Келесі кезекте осеохондроздың емінде емдік жаттығулардың маңызы өте зор. Үй жағдайында суретте көрсетілген жаттығуларды міндетті түрде жасаңыздар. Сонымен қатар осеохондроздың емінде массаждың да маңызы өте жоғары, яғни бұлшық еттерді босаңсытып, қысылып тұрған жүйке талшықтарының өткізгіштігін жоғарылатады және қан айналымды жақсартады. Осеохондроз кезінде бассейнге бару да өте пайдалы. Себебі жүзу кезінде бұлшық еттер босаңсып, өзінің бастапқы күйіне келеді. Сонымен қатар дұрыс тамақтану да маңызды рөл атқарады. Ағзаға керекті кальций, фосфор, цинк сияқты пайдалы микроэлементтердің барлығы тамақпен беріледі. Және де құрамында Д дәрумені бар тағамдар рационда болу қажет. Және де осеохондроз кезінде кофе мен газдалған сусындардан бас тарту керек. Себебі олар сүйек тінінен кальций, калий, магнийдің шайылуын тудырып, остеопороздың дамуына әкеледі. Яғни олар сүйектің жұқаруына себеп болады. Аурудың алдын алу үшін ең біріншіден дұрыс отыруды үйренген жөн. Яғни кеңседе, теледидар, компьютердің алдында отырғанда еңсені тік ұстаңыз. Омыртқаның қисаюына жол беруге болмайды. Көп қимылдап көп жүретіндерде бұл дерт сезілмейді, ал қозғалыс азайған сайын ауру да қоза бастайды. Сондықтан көбірек қимылдап, дене жаттығуларын жиі жасап тұрыңыз.
Күніне 2 литр су ішкен де өте пайдалы. Бұл біріншіден қою қанды сұйылтады, екіншіден бұлшық еттердің серпімділігін сақтайды. Берілген ақпараттар сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыз. Арнаның жаңа көрермені болсаңыз, алдағы уақытта шығатын видеоларды жіберіп алмас үшін подписация батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыз.